Қайырлы күн достар, бүгін сіздерге жылқы сусыны қымыз жай ғана сусын түрі емес, емдеу мақсатында қалай қолданылатындығы туралы айтып кететін боламын. Менің каналыма тіркеліп, видеоны соңына дейін көріп, лайк басып, мені қолдай кетіңіз. Қазіргінің тілімен алсақ, бұрынғының энергетик сусыны. Ел арасында қымызды көңіл сергету үшін, денсаулықты қалпына келтіріп, ұзақ жасау үшін пайдаланған. Халық емшілері қымызды адамның ішкі органын емдейтін айрықша дәрі деп санаған. Айталық, асқазан, тыныс жолдары, ішек ауруларының алдын алған екен. Қымызды тек қазақтар ғана ішпейді. Қымызды көршілес қырғыз, түркі, татар, башқұрт елдер де емдік сипатта тұтынатын көрінеді. Қымыздың құрамында барлық элементтер адамның бойына тез тарайды. Жылқы сүтінің майлылығы тіл үйірер, ақуызы сіңімді. Қымызды қазақтар ет жегеннен кейін ауыр асты қорыту үшін ішкен, яғни қымыз құрамындағы көмір қышқылы тәбетті басып, асқазан жұмысын жеңілдетеді. Жылқының жаңа сауылған саумалының құрамында С дәрумені мол. Қазіргі таңдағы иммунитеттің қорғау, вирусты алдын алушы да осы дәрумен екені белгілі. Сол себепті өкпе тыныс ауруларымен ауырған адам ең бірінші саумал ішкені дұрыс. Ғылымда қымыздың пайдасы мен емдік негіздері ашылған сәттен бастап барлық дәрігерлердің нұсқаулықтарында және дәрі-дәрмек ретінде көрсетіліп келеді. Заман дамып, сусынның неше түрлі шығарылып жатқанымен, ешбір сусын қымызбен тең түскен емес. Қымыз құрамындағы дәрумен мен ақуыздар 40 аурудың емі деп жатады. 100 деген дерттің алдын алушы. Қымыз ас қорыту жүйесін реттеп, адам бойына деген жасырынып жатқан ісік ауруларын алдын алады екен. Бүгінгі ақпарат сіздерге пайдалы болса, мені қолдап тіркеле кетіңіз.